бұрынғы шайды қайтадан Жомартқа бере салады. Даяшы бұны Жомарт білмей қалады деп ойлаған. Бірақтан Жомарт оны бір оттаған кезде бұл өзінің бұрынғы шай екендігі біліп қояды. Ал енді сіздерге сұрақ, Жомарт бұны қайдан білді? Уақыт кетті. Жауабы: Жомарттың даяшынан бұрынғы шай алып келгендігін білген себебі, ол өзінің бұрынғы шайына қан салған етін, ал жаңадан келген шайға қан салмаған. Бірақтан жаңадан келген шайды қан салмаса да тәтті болды, себебі даяшы оған бұрынғы шайды алып келген етін. Сондықтан да даяшы өтірік айтқанын Жомарт біліп қойды. Ал егер сізде дұрыс тапсаңыз, лайк басыңыз. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Номері 2. 2019 жылдың 25 қыркүйегінде Алпамыстың үйінен алдында тұрған көліктің ішіндегі құнды заттарды біреу ұрлап кетеді. Алпамыс бұны байқап полицияға қоңырау шалады. Полиция сол жерге барғаннан кейін ұрлық қай күні болғанын біліп, күдіктілердің үйіне барады. Бірінші күдікті айтады: мен бұл уақытта өзім үйімде отырдым, мен ұрлаған жоқпын дейді. Ал екінші күдікті болса: мен ұрлық жасамақ түгілі үйімнен де шықпадым дейді. Бірақ та полиция кім ұрлықшы екенін біліп қояды. Ал енді сіздерге сұрақ, осының ішіндегі қайсысы ұрлықшы? Жауабы: егер де сіз екінші күдіктінің үйіне қарайтын болсақ, онда оның үйінде 25 қыркүйек күні шыққан газетті байқаймыз. Демек, ол 25 қыркүйек күні далаға шыққан. Ал полицияларға мен далаға шыққан жоқпын деп өтірік айта салған. Сондықтан да ол ұрлықшы. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Номері 3. Бір күні бір адам атақты бизнесменді улап өлтіргісі келеді. Сондықтан да оның шайына у қосады. Бірақ та бұны у қосқанын бизнесмен біліп қояды. Бірақ та кім қосқанын білмейді. Сондықтан да ол полицияға қоңырау шалады. Полиция оның үйіне барып күдіктілерді тергейді. Күдіктілердің қатарына оның әйелі, үй тазалықшы және де асханашы кірді. Тергеу кезінде олардың үшеуі де бұл қылмысқа біздің қатысымыз жоқ дейді. Полиция бизнесменнің үйінен у бар баңы және оның қасында у төгілген қолбақты тауып алады. Полиция тек осы заттар арқылы кім адамды өлтіргісі келгенін тауып алады. Ал енді сіздерге сұрақ, осының ішінде қайсысы бизнесменді өлтіргісі келді және неліктен? Уақыт кетті. Жауабы: бизнесменді улап өлтіргісі келген адам бұл үй тазалаушы. Себебі, егер де біз у төгілген қолбаққа қарайтын болсақ, онда ол сол қолға киіледі. Ал егер тазалықшыға қарайтын болсақ, тазалықшы өзінің сол қолын тығып тұр. Ол өзінің сол қолын тығып тұрған себебі, у оның қолына да төгілген. Ал оны полициялар байқап қоймасын деп, ол өзінің қолын тығып тұр. Демек, ол адамды өлтіргісі келді. Номері 4. Ал енді сіздің көзіңіздің сенімділігін тексерейік. Осы суреттерден елестерді табыңыз. Уақыт кетті.
Номері 5. Үш адамды өзінің басы сиятындай ғана етіп, 3 түрлі ыдысқа қамап қояды. Біріншісін жартылай су толтырылған ыдысқа, екіншісін өте қауіпті тышқаны бар ыдысқа, үшіншісін өте улы өрмекшісі бар ыдысқа. Ал енді сіздерге сұрақ, осының ішінде қайсысы тірі қалады? Өз жауабыңызды тапқаннан кейін бірден комментарийға жазып кетіңіз, ал одан кейін дұрыс жауабын тыңдасаңыз болады.